Аса қадірлі құрметті аграрлық университеттің ұжымы, ұстаздары, басшылары және құрметті шәкірттер, сіздерді мынау келе жатқан жаңа жылмен шын жүректен құттықтаймын. Мынау осындай қиын-қыстау шақтарда ұстаз өзінің біліктілігінен жаныспай, шәкірттер өзінің ұқыптылығынан айнымай білім алып жатқаны біз қуантады. Қаншама мына жерде рухани орталықтар бар. Мынау Олжас Сүлейменов атындағы орталық, ана Бекен Римов атындағы орталық, айтып таусамайсыз бұл жерде рухани мүмкіндіктерді шәкірттерге қарастырылған. Сондықтан да келесі жыл сіздердің табысты оқу жылдарыңыз болсын, жыл сайын сіздерге табыс, береке, қуаныш келе берсін. Әрине оның бәрі біліммен келеді. Сондықтан да білікті адам мынды жығатын біздің аталарымыз айтып кеткен. Барлықтарыңызға үлкен табыс тілеймін. Құрметті Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ұстаздар қауымы, қымбатты мен өзім аса қадірлейтін осы университет ректоры Тілектес Исабайұлы Есболов мырза. Университеттің мерейлі 90 жылдық тойы құтты болсын. Есігімізден енгелі тұрған жаңа жыл сіздерге тек табыс әкелсін. Қымбатты студенттер, сіздер еліміздің ертеңі, біздің болашағымыз. Сондықтан алған білімдеріңіз сапалы болып, еліміздің ауыл шаруашылығында, аграрлық шаруашылығында қызмет ететін мықты маман болуларыңызға тілектеспін. Сіздердегі алтындан ансамблімен бірге өстік. Сондықтан алған білімдеріңіз рухани азықпен қатар ұштасып, алға қойған мақсаттарыңызға жете берулеріңізге тілектеспін. 90 жылдық тарихы бар Қазақ ұлттық аграрлық университетінің оқытушылары мен студенттерін жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Білімді, талантты да өнерлі жастардың ордасына айналған Қазақ ұлттық аграрлық университеті биыл баршамызды көптеген жетістіктермен қуантты. Келе жатқан 2021 жылы да сіздердің білім ордаларыңыз ардақты ағамыз Тілектес Исабайұлының басшылығымен биік белестерді бағындыратынына сенемін. Жаңа жылда баршаңызға тек жақсылық пен қуаныш тілеймін. Алға қойған арман мақсаттарыңыз сәтті жүзеге асып, жаңа жетістіктер көп болсын. Білім ордасының қара шаңырағы Қазақ ұлттық аграрлық университеті өркендей берсін.